Қайырлы күн көрермен қауым. 11 TV мектеп телеарнасында кезекті жаңалықтар. Бағдарлама жүргізушісі мен Жолдығалиев Данияр. Қазір сіздерге қазан айындағы мектеп тынысы мен тірлігін айта кетпекпіз. Ендеше назарларыңыз бізде болсын. Дәстүрге айналған ұстаздар күні аталып өтті. Қазан айының бірінші аптасында баршамызға белгілі аяулы ұстаздарымыздың төл мерекесі. Мерекені атап өту мектебіміздің дәстүріне айналған. Биылғы оқу жылында мектепті бітіргелі тұрған түлектеріміздің ұйымдастыруымен ұстаздар күні аталып өтті. Мерекені оқушылар жылдағыдан өзгертіп отырып, тиянақты ұйымдастырды. Мектеп табалдырығын аттап кеткен мектеп түлектері ұстаздарына арнайы видео құттықтауларын арнап, кеш түлектердің әсем әндерімен өрнектелді. Ұстаздарға арнаған әзіл өлеңдер мен қызықты құттықтауларды мектеп түлектері арнап, мерекелік кеш ұстаздарға арнап, түлектерге алғыстарын білдірді. Ұстаздар күніне орай мектебімізде мектеп бітіруші түлектер мен Жас ұлан ұйымының ұйымдастыруымен дублер күні болып өтті. Қазан айының 3-і сенбі күні ұстаздар мерекесіне орай мектеп түлектері Жас ұлан комитеті жыл сайын мектеп түлектері дағдысына айналған дублер күнін ұйымдастырды. Бұл күнде ұстаздар орнына 11-ші сынып мектеп түлектері сабақ беріп, аяулы ұстаздарына көмек әрі өздеріне өмірлік сабақ ретінде сабақ кестесі бойынша жоспарланған сабақтарды өздерінен кейінгі іні қарындастарына ынтамен, ықыласпен ұйымдастырды. Мектебімізде жыл сайын оздырылатын сәкен оқулары мектепшілік қалалық сайыстары оздырылды. Сәкен мектебі ұлттың мәдениетінің ұясы атты. Сәкен мектебінің 91 жылдығы, Сәкен Сейфуллин туғаны 121 жыл толуына орай ұйымдастырылған мектепшілік қалалық сәкен оқулары сайысы мектебімізде дәстүрге айналған. Биылғы оқу жылында 91 жылдыққа арналған сәкен оқулары сайысы жоғары деңгейде. Мәнерлеп оқу кешіне қош келдіңіздер. Қалалық сайысқа жеңімпаздары қатысуға мүмкіндік алды. Мектепшілік сәкен оқулары және оқулары ұйымдастырылды. Сайысқа қала мектептерінен 90 оқушы қатысып, әдеттегідей 5 номинация бойынша сайыс оздырылды. Ақын өлеңдерін, поэмаларын үзінді жатқа мәнерлеп оқу, ақын туралы белгілі ақындардың өлеңдерін, поэмаларын, драмалық шығармалардан үзінді жатқа мәнерлеп оқу бойынша, жас ақындардың Сәкен аға рухына арнап шыққан жеке өлеңдеріне мәнерлеп оқу, Сәкен шығармаларына сурет салу және орындау бойынша сайыстар ұйымдастырылып, сайысқа қатысушы оқушылар өз өнерлерін көрсетті. Мектеп шәкірттері Болатова Аяру, Мұратов Дулат, Зейін Айсара, Ерсайынова Айлита бас жүлдеге ие болса, Губашева Зарина, Рахимжанова Меруерт жүлделі орындарға ие болды. Арнайы 11 TV үшін Болатова Аяру. Жаңадан келген мектеп оқушылары мектеп оқушысының антын қабылдады. Дәстүрге айналған шарадан тілшіміз баяндап берсін. Мектепке жаңадан келген оқушылардың ант қабылдау салтанаты қалалық сәкен оқуларының қорытындысымен бірге ұйымдастырылып, салтанатты түрде сәкен ескерткіш жанында аталып өтті. Алдымен дәстүрге айналған мектебімізге жаңадан келген мектеп оқушыларының салтанатты түрде ант қабылдап, анттарына берік болатындықтарына уәде берді. Ант қабылдауға мектепке жаңадан келген оқушыларды мектеп директоры Ерсайын Қадырұлы құттықтап, 91 жылдық тарихы бар мектептің киелі білім шаңырағы екендігін ұғындырып, жаңадан келген шәкірттерге оқуда сәттіліктер тіледі. Кейінгі қалалық сәкен оқулары сайысында тағайындалған қаламыздың зиялы өкілдерінен тұратын сайыс әділ қазылары жеңімпаз оқушыларды марапаттады. Қалалық әкімшіліктің көмегімен ұйымдастырған сәкен оқуларының сайысы жеңімпаздарына қомақты сыйлықтар беріп, жеңімпаз оқушылар ризашылығын білдіріп жатты. Қазан айының 21 күні мектеп акт залында салтанатты түрде мектеп оқушылардың ережесін қабылдау жиыны болып өтті. Жиын барысын тілшіміз баяндап берсін.
Мектебімізде алғаш рет оқушылардың ережесі қабылданды. Ережеде оқушылардың ұстанымы, мектеп қабырғасындағы тәртібі мен мектеп оқушысына қойылатын талаптар. Ереже салтанатты түрде бекітіліп, мектеп директоры Ерсайын Қадырұлы мен мектепшілік жас ұлан ұйымы ұланбасы Сагидуллин Сұлтан қол қойды. Ереже басты мақсаты оқушылардың тұрақтылығы, бірыңғай тәрбие мен оқу процесінің жүйелілігінің болуы, ережеге сай оқушылардың өзін-өзі ұстауы. Ережені жас ұлан мектеп комитеті бөлім басшылары және мектеп оқушылары бірігіп жасалды. 24 қазан күні мектебімізде алғаш рет TED форматындағы мектепшілік TEDx конференциясы өтті. Конференция барысын тілшіміз баяндап берсін. Қазірде әлемде кең таралған TEDx конференциясы кейінгі жылдары Назарбаев зияткерлік мектебінде де қолданыста. Мектебімізде аталған жоба былтырғы оқу жылы еніп, сәуір айында облыстық Назарбаев зияткерлік мектеп, КТЛ және мектебіміздің оқушылары TEDx конференциясында ой білдірген болатын. Оқушылар қызығушылығы мен сұранысына ие болған TEDx конференциясы 29 қазан мектеп оқушылары арасында ұйымдастырылды. Оқушылар күнделікті өмірде қызықтыратын өз жобаларымен бөлісті. Қазірде қоғамда толғандырып жүрген және оқушылардың қызығушылығына қарай тақырыптар алынып, конференция айтылады. Мектеп оқушылары алғаш рет TEDx конференциясына өз ойларымен бөлісіп, қызығушылықтардың жоғары екенін көрсетті. Мектеп телевидениесінің жаңалықтар айдарынан көретін бағдарламалар легі осындай. Әр ай сайын мектеп өмірінің тынысы, жаңалықтары, қоғамдық өмірі 11 TV-мен бірге. Сіздер мектеп телевидениесінің тұрақты көрермендер болатындарыңызға сенімдіміз. Ендеше бағдарламаны жүргізген мен Жолдығалиев Данияр, жағымды жаңалықтармен жүздескенше.